Бұл суреттерде еліміздің ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев, желтоқсан құрбандары Қайрат Рысқұлбеков, Сәбира Мұхамеджанова, Ләззат Асанова бейнеленген. Және оң жақтағы суреттер бұл еліміздің рәміздері. Биыл елімізде атаулы күндер өте көп. Соның бірі Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы тойлануда. Мұқағали Мақатаев өз ұлтының тәуелсіздігін аңсаған азаттықтың ақиық ақыны. Тәуелсіздік сөзіне тоқтала кететін болсам, тәуелсіздік, бостандық, азаттық, яғни біреуге тәуелді болмау дегенді білдіреді. Біз осы тәуелсіздігімізге Қайрат Рысқұлбеков, Сәбира Мұхамеджанова секілді тағы басқа аға-апаларымыздың арқасында қол жеткіздік. Биыл тәуелсіздігіміздің ордалы 30 жылдығы. Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет екені өзіміздің киелі көк туымыз дәлел. Балалар, бұл суреттерге қайта назар аударайық. Сұрақ қойып көрейікші. Кім? Ақын? Кімдер? Батырлар? Не? Ту? Нелер? Рәміздер, яғни заттың аты. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атайды. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады.